Ал құрметті достар, мен енді сіздерді Excel'де қалай жұмыс істеу керек соны таныстырам. Алдымызда мына таблица тұр. Осы таблицаны Excel'де қалай жасауға болады, қалай оңай тәсілдері бар. Соның бәрін алдағы видеоролигімде айтатын болам. Яғни Excel программасын ашу үшін пуск, все программы, Microsoft Office, Excel, Microsoft Excel 2007-ге кіресіздер, құрметті достар. Қазір ашылады, күте тұрыңыздар. Ашылды Excel программасы. Excel программасы кілең таблицадан тұрады. Яғни бұнда бүкіл математикалық есептер, расчеттар бәрін жасауға болады. Яғни ол Word программасы сияқты бірнеше закладкалар бар. Главная, вставка, разметка страницы, формула, данные, лицензированный вид. Біздің көбінесе әсіресе пайдаланатынымыз главная закладкасы осыда пайдаланамыз. Қарап отырсаңыздар, әр ұяшықтың аты болады, яғни көлденеңнен аты болады, мына тігінен аты болады. Яғни мына ұяшықтың аты А1, мына ұяшықтың аты В3. В, мына жерден 3. Келесі, мына жерде 3 лист бар. Бұл листінің атын көбірек листтер қосуға болады. Бір Excel'де көп листпен жұмыс істеуге болады. Ол үшін оң жақты басасыз, атта сохранить етуге де болады листтің атын. Яғни переименовать деп бассаңыз, өзіңізде январь деп. Менде ағылшын тілінде тұр екен, достар, айып етпеңіздер. Орыс тілге қойдым, январьда қойдым міне. Келесі февраль деп ат қоюға болады. Яғни 3 листіміз аз болса, одан да тағы листтер добавить ету. Добавить ету үшін, қосу үшін лист 3-ке басып тұрамыз да, оң жақты басамыз, вставить дейміз. Мына жерде шығып тұр. Лист, диаграмма, макрос. Біз лист деген нәрсені таңдаймыз. Таңдадық, окей. Міне бізде лист 4. Мына листіні алсаңыз, мындай қарап отырсаңыз, курсор шықты. Курсорды алып, бірінен соң реттілігін өзгерте беруімізге болады. Біз листтерді соңынан ашқасын, соңынан қояйық. Келесі, январь. Январь деп қояйық. Енді біз мына таблицаны жазайық. Осы жазу үшін ең бірінші жоғарғы ұяшыққа қоямыз. Бір рет бастық, 4 курсор тұр. Оны барысында түсіндіре берем. Енді жазайық. Посещаемость и выручка кинотеатров города деп. Посещаемость. Онда кәдімгі тере бересіздер. Посещаемость и выручка кинотеатров города. Кинотеатров города. Міне жазып болғаннан кейін города деп теріп жатасыз да, болғаннан кейін enter басасыз міндетті түрде. Енді қайтымнан жөндеу үшін біз қайты ұяшыққа кіреміз, А1-ге кіреміз. А1-ге қайтып бір басамыз курсордың сол жағымен. Осыдан кейін жазу мына жерде шығып тұр, мына жерде шығып тұр. Екі жерде шығып тұр. Егер мына жерде жөндегіміз келсе, тағы да бір рет басамыз да, екі рет басамыз, ашылған күтемізде өзіміздің өзгертетінін жаза береміз. Я болмаса, бір басамыз, мына FX дегенде тұр, сол жерге бір басамыз да, осы жерде жөндей береміз өзімізге керегі. Қалай жазамыз, солай жөндей береміз. Келесі, енді қарап отырсаңыздар, мына жерден название кинотеатр 2 строканың бірігуінен тұрады. Осы қалай жазамыз Excel'де? Міндетті сұрақ ол, оны жазу үшін біз 4+ тұр ғой, осы 4+ бір рет басамыз, кәдімгідей төменге қарай бір рет басамыз, белгілеп қоямыз, 2 ұяшықты белгілеп аламыз. Қараңыз, мына тұр, 4+ домалақ 4+ курсор болу керек, бір рет басып тұрамыз да, асты қарай бір рет жүртеміз. Одан кейін қолын жібереміз. Қайтын, бір рет басамыз, төмен жылжытамыз, қолын жібереміз. Бұған объединить и поместить центрі деген мына жерде бағдарлама. Яғни ол екі ұяшықты біріктіру қызметін атқарады. Бізде Word сияқты ластигіміз жоқ бұл жерде. Бұл жердің бәрін біріктіруді осы объединить и поместить центрі қолданылады. Қайтып алып тастау үшін жаңағы біріккен ұяшықтығымызға барамыз да, мынаны қайтып басамыз. Ол қалпына қайтып келеді. Енді біріктіріп қояйық, қайтып сол жақты басамыз, төмен қарай жылжытамыз. Объединить и поместить центрі қоямыз. Одан кейін жазамыз название кинотеатра. Название кинотеатра. Жаздық, жазғаннан enter басамыз. Енді қараңыз, мына жазу біздің бір ұяшықта жазғанмен бізде толық көрінбей тұр. Оны қалай істейміз? Одан кейін жазып болғаннан кейін перенос тексті. Яғни
біз бұны бір яшыққа сыйдыртады. Келесі енді мына редактор етеміз. Ол үшін қалай істейміз? Екі курсор, екі строканың ортасын аламыз да, мындай курсорды байқап тұрсаңыз шықты. Сол курсорды алып, мұнда жеке-жеке істеуге болмайды. Мұнда тек төбесіне ғана курсор шығып тұр, соны аламыз да, бір басып тұрамыз, жылжытамыз былай қарай. Міне, төменгі жағынан да сөйтуге болады. Бұда бір заман жері әр яшықты істеуге мүмкіншілік жоқ. Бұны аламыз бірден осы жерлерден редактор етуге болады. Келесі, енді қарап отырсаңыздар, январь. Январь екі столбцаның ортасында тұр. Оны қалай жазамыз? Оны январь деп жаңағында екеуін белгілеп аламыз да, объединить и поместить в центре. Январь. Жаздық. Келесі енді қалай жазамыз? Енді қарап отырсаңыз, февраль, март тұр. Біз оны қайта-қайта жазмаймыз. Excel'де бір жақсы жері айларды автомат түрде жазуға болады. Ол қалай болады деп сұрайсыздар. Бізден сұрақтар туындайды ғой. Туындағаннан кейін ол сұрақты январь деген барасыз. Онда 4 бұрыш емес, шетінде қарасаңыз, шетінде мынандай курсор шықты. Мындай 4 бұрыш емес, мындай емес, мынандай майда кішкентай плюс деген знагы бар. Курсор шықты, соны аламыз да, біз тартамыз керек ясы. Міне февраль көрінді, март көрінді. Көрдіңіз бе? Қайталайын тағы да. Мына жер тұрым, төмен шетіне апарамыз. Шетіне апарғаннан кейін курсорды жылжытамыз. Енді тағы бір сұрақ. Мына курсормен таныстық, бұның қызметі. Енді мынау не үшін арналған дейсіңіз. Бұл просто оны жылжыту үшін. Бір басамызда кезген яшығымызға қоя аламыз. Қайт орнына қоямыз. Келесі, енді посещаемость. Посещаемость. Жаздым. Келесі, выручка. Жаздым. Бұнда енді, бұнда жаңада көшіріп жазып жатпаймыз. Бұны аламызда қайтып жаңағы процесті қайталау. Мына екеуін қайтып жазуымызға болады. Бұны аламыз, екеуін аламызда копировать. И мына жерге вставить етеміз. Келесіге де вставить етеміз. Болды. Енді қараңыз тағы келесі жұмысымыз. Енді мынау екі строканың бірігінен тұрады. Оны қалай жазамыз? Оны мына екеуін бүйтіп белгілеп аламыз. Объединить и поместить центріне қоямыз. Посещаемость за 3 месяца. Посещаемость за 3 месяца. За 3 месяца. Жазылды. Енді бұл көрініс бір яшық сыймай тұр. Осы не басамыз? Перенос текстіне басамыз. Және де жөндейміз былай. Міне жөндедік. Орнына қайтып келді. Выручкада да сөйтеміз да сонда. Объединить, поместить центр, перенос текста. Кешірім өтінем. Выручка. Выручка деп жазамыз. Енді қарап отырсақ бізде бұл көлденеңнен тұр. Бұны қалай Excel'де жазуымызға болады? Сұрақ, барлықтарыңыз қойып отқан шығарсыздар. Газбен басып аламыз да, мына жерге АБ деген значок бар. Ориентация деген бізге повернуть текст вверх. Міне, повернуть етілі, енді бұлай созамыз. Міне, қарап отырсаңыз ашылып жатыр. Көрдіңіздер ма? Енді бұл Excel'де жақсы жері автомат түрде жылжытуға болады. Ол үшін яшықты белгілейміз. Яшықты қалай белгілейміз? Мынаны қарап отырсаңыздар, мынандай курсор шықты төбесінен. Әр яшықтың төбесіне қойсаңыз, осындай курсор шығады. Соны бір басып тұрамыз да, барлық яшықты белгілеп шығамыз. Сосын любой қақ ортасынан 2 рет басамыз. Автомат түрде өзі сондай өзгерді. Келесі, мынаны да сөйтеміз. Қайда кірдік, достар? Әрине АБ деген ориентацияға кірдік. АБ-ны жазамыз. Тағы да маған қоямыз курсорды. Көрдіңіз, барлығын белгіленді. Бір рет басып, сол жақта міндетті түрде бір рет басасыздар. Сөз бәрі тағы бір рет басып тұрып, ұстайсыз, екеуін белгілейсіз. Содан кейін 2 рет басасыз міне. Көбірек шығып кетті. Бұны бүйтіп аламыз да, бұны бүйтіп жібереміз міне. Бүйтіп ориентациясын бүйтіп жібереміз. Бастаймыз. Бұл болды. Келесі енді жазғандай Т1000 человек. Бұнда жаңа Т точка человек. Человек. Жақшаны жабамыз. Енді 1000 рублей. 1000 точка рублей. Жақшаны жабамыз. Енді мына яшықта тұр. Бұл яшық қалай істейміз? Бұл яшықта 2 рет басамыз. 2 рет басамыз, қолмен де істеуге болады мысалы. Мына жер қате кетті, байқап отырсаңыз, бір рет белгілейміз. Сосын FX-ке барамыз да, жаңа өзгертуге жерге бір басамыз. Ч дейміз. Болды, Enter. Т рублей. Мына ашамыз былай. Т рублей. Дәл жаңағындай мынаны 2 рет басамыз.